Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір бізде қазақ тілі пәні тақырыбымыз өткен шақ. Алдымен біз етістіктің не екенін есімізге түсірейік. Етістік дегеніміз не? Жарайсың. Етістік заттың қимылын, іс-әрекетін, күй-жайын білдіретін сөз табы. Сонымен қатар, етістік іс-әрекеттің жүзеге асу мезгілін білдіреді. Соған орай етістіктің 3 шағы болады. Осы шақ, өткен шақ және келер шақ. Қара, мен саған түсіндірейін. Күнделікті әркім әртүрлі жазады. Мен мынадай кестеге 3 шаққа бөліп жазғанды ұнатам. 3 шаққа? Шақ – уақыт деген сөз. Адам әрекеті істеген уақытына сәйкес 3 шақта айтылады. Қазірге дейін, қазір және бұдан кейінгі уақыт па? Иә, дұрыс. Оларды өткен шақ, осы шақ, келер шақ деп атайды. Түсіндім. Осы шақ етістік іс-әрекеттің қазір болып жатқанын көрсетеді. Мысалы, Арман үй тапсырмасын орындап отыр. Орындап отыр осы шақ етістік. Өткен шақ етістік іс-әрекеттің бұрын болғанын білдіреді. Мысалы, Жандос қызықты кітап оқыды. Оқыды өткен шақ етістік. Келер шақ етістік іс-әрекеттің алдағы уақытта болатынын білдіреді. Нұрсұлтан атасымен ауылға барады. Барады келер шақ етістік. Ойланайық. Берілген сөйлемнен етістіктерді тауып, қай шақта тұрғанын айт. Әлихан қазақ тілі пәнінен үй тапсырмасын орындап отыр. Жарайсың. Орындап отыр осы шақ етістік. Келесі сөйлемге назар аударайық. Әділ бүгін достарын үйіне шақырды. Тамаша шақырды өткен шақ етістік. Демалыста Данаға балықтар жайлы айтып беремін. Өте жақсы. Айтып беремін келер шақ. Сонымен балалар, біз етістіктің шақтарын қайталадық. Және бүгінгі тақырыбымыз өткен шақ етістіктері болғандықтан, ережесін тағы бір қайталап өтейік. Өткен шақ етістіктері іс-әрекеттің бұрын болғанын білдіреді. Мысалы, оқыды, келіпті, айтқан. Өткен шақ етістіктері не істедім, не істедің, не істеді деген сұрақтарға жауап береді. Балалар, осы тақырыпқа берілген оқулығымыздағы алғашқы тапсырмаға назар аударайық. Мәтінді қатесіз көшіріп жаз. Алдымен мәтінді оқып, бір түсініп алайық. Адам ерте кезден-ақ ғарыш денелерінің жердегі құбылыстарға әсерін білуге тырысқан. Ғарышқа жол 1954 жылы 4 қазанда ашылды. Бұл күні бұрынғы Кеңес одағында жердің жасанды серігі ұшырылды. Егер мәтін түсінікті болса, онда тапсырманы орындайық. Етістіктерді тауып, қашан болған істі білдіретінін, қай жақта тұрғанын айт. Оларға сұрақ қой. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Сөздерді тиісті жіктік жалғаумен сәйкестендіріп жаз. Жекеше түрін сәйкестендіріп көрейік. Мен биледім. Дұрыс айтасыңдар. Сен биледің. Сіз биледіңіз. Тамаша. Ол биледі. Дұрыс. Келесі. Көпше түрі. Біз биледік. Сендер биледіңдер. Сіздер биледіңіздер. Олар биледі. Тамаша балалар, сендер бұл тапсырманы оңай орындадыңдар.
Етістіктердің қашан болған істі білдіретінін және қай жақта тұрғанын айтыңдар. Оларға сұрақ қойыңдар. Балалар, бүгінгі сабақтың қорытындысы ретінде мен сендерге 2 себет дайындап қойдым. Бір себет осы шақты білдіреді, екіншісі өткен шақты білдіреді. Және бірнеше сөйлемдер бар. Сол сөйлемді сәйкес себетке салуларың қажет. Мысалға, әжем сиыр сауып отыр. Қай шақ деп ойлайсыңдар? Отыр, дәл қазір болып жатыр. Дұрыс айтасыңдар. Осы шақ. Осы шақ деген себетке салуымыз қажет. Кеше мен қардан ақ қала жасадым. Қай уақытта болған оқиға? Дұрыс, кеше болған. Сондықтан мен оны өткен шаққа саламын. Дәл солай қалған сөйлемдерді де өзіне тиісті себеттерге салып шығыңдар. Бұл тапсырма сендерге қиын болмайды деп ойлаймын. Үй тапсырмасын оңай жасайсыңдар деген сенімдемін. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Жақсы, сау болыңдар.